Мынау заман, қай заман, баяғы заман. Бұрынғыдай болсайшы тағы заман, деп қайран әжелеріміз бекер армандамайды екен-ау. Солардың сарқытын ішіп өскен біздер де анамыздың берген тәлім-тәрбиесіне құлақ іліп көңілге түйіп жүріп келін болдық. Үлкенді сыйлау, кісінің алдын кесіп өтпеу, таңертең елден ерте тұрып, енеміздің құманын жылытып, шай қойып, жүгіріп, аула сыпырып, бәрі дайын болғанда отағасын оятып, енеміз тұрғанда иіліп сәлем жасап, алғысын алып өскенбіз. Осы күнгі келіндерді мен ұқпаймын, немесе олар мен ұқпайды. Не де болса бір кереғар нәрселер. Сондай бір керемет келін біздің ауылға түсті. Ал оның күйеуі анасының кенже сүтін тауысып ішті. Бұрын үйленгендері бөлек отау болып еншісін алып кетті. Бар баласы орыс мектебін бітірді. Пешенесіне жазылған қосағын алып сүт кенже келді. Біздің қазақ шаңырақтың иесі деп кенже баланы өзгеше құрметтейді ғой. Ал оның келіншегі қыз біткеннің келіншегі болса керек. Той өтіп, кәде қаумет жазалып, келіннің қолынан шай ішу рәсімі басталды. Новый келін свежий өнер көрсетті. Қос аяқты көпке қарай көсілтіп жіберіп, сарылдатып кесені толтырып, сапырлата соғыстыра шай қойды. Баяғыда бір кемпір, бір шал, бір қыз өмір сүріпті. Тас кедей ішерге ас, киерге киімі жоқ. Мал деген өмірі болмаған. Содан күні түні зарланып, Аллаға жалбарынып, бия Құдай, бір тілегімді бере көр деп тілейді екен. Бірде жарылқаушы Жебірейіл періште келіп, ал пендем, не тілейсің? Зарың Алланың құлағына шалынып, сенің тілегіңді беру үшін мені жіберді дейді. Сонда кемпірі ұшып тұрып, менің тілегімді беретінің шын болса 25-тегі ай мен күндей сұлу келіншек қыл депті. Құп, дейді Жебірейіл. Сол сәтте қаусаған кәрі кемпірі хор қызындай хас сұлуға айналады. Оны көріп күйіп кеткен шал, менің тілегімді беретін болсаң, мына сұлу қаншаны ұрғашы есекке айналдыр депті. Сонда анасының есек бейнесін көріп тұрған қызы шыдай алмай жылап тұрып, анамды қайтадан адам қалпына келтір деп тілесе керек. Бұл әрине аңыз мысал, әйтсе де Алладан дұрыста жақсы тілек тілеу керек екеніне бірден бір дәлел. Сол айтқандай Құдайдан осындай келін бер деп тілеген жоқ шығар-ау. Амал не? Көре бересің, сосын көне бересің. Бұл басы ғана. Ертесіне жұмысқа кетіп бара жатып, басқа келіндердей көрген нене, кешке ет асып қоярсың деп тапсырады. Анаға қарап қыз өседі, немесе анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш деген мақалды естіп жүрсе де, баласының қай жерден кімнің қызын алатынына мән бермеген ананың іші қыжылы өзінде. Қызық кешке болды. Ет асып қойдың ба? Иә. Қамыр еледің бе? Жоқ. Дайындап қоя салмадың ба? Рашки сала салайық та. Сонда оның несі ет болады? Біз үйде сөйтіп жей саламыз. Астапыралла. Содан үміт үзілген ана қазанды ашып, тұз дәмін көріп төбе шашы тік тұрды. Ай балам-ау, етке тұз салып пең? Енді ол тұзлаған ет еді ғой. Амал таусылған енесі сорпаны төгіп, қайта су қойып, қамыр еліп өзінің шалы келгенде түк болмағандай дәмді асты дарсақынға алып келді. Ас ішіліп табақ алу кезегі келді. Келін айналайын, табақты ала ғой. Тік-тік етіп келген келін аяқ дыбысына табақ дыбысын қосып табақ алды. Балам-ау, ата-енеңе сәлем салмайсың ба? Бір үйде тұрып па? Ол қазақтың салты ғой. Біздің үйде ондайды білмейміз. Өз қолын өзі кесе алмай, ішінің шерін шеше алмай, келінмен бірге дарсақан жасап, ыдыс жуып, шай әкеліп, бәрі болған кезде, балам, папаң екеумізге төсек сала ғой деген ене еш алаң теледидар көріп кідіріп қалды. Ертең жұмыс, ертерек демалайық деген шалы сыртқа шығып кетті. Төсекті көрген ене сілейіп тұрып қалды. Масқара, жас келін ас үйдегі күнделікті ұсталып тұтылып жүрген көрпешелерді қатарлап сала салыпты. Абырой болғанда атасы көрген жоқ. Балам-ау, төсек салып қой деген едім. Салып қойдық. Сол төсек пе? Ана кроватта қос-қос матрас, таза көрпешелер, ақ простыня дегендер бар ғой. Тұрып кетуге ыңғайлы болсын деген едім. Құдай сақтасын, түн ішінде тұрып қайда барамыз? Біздің папа ішіп келгенде мамам ылғи тұрып кетіп көрші үйге немесе туысқандардың үйіне баратынбыз. О, сормаңдайым. Қандай құдаларға тап болдым. Біздің қазақ қатын алма қайын ал дегенде шыққан тегіне ата-анасына қарап ал деген екен-ау. Сүйдім күйдім деп ұлымның алып келген аруының бетіне көже құйып ішем бе? Енді қайтейін? Шал келгенше апыл-ғұпыл төсекті салып түк білмегенде жата қалдым. Таңертең түнде жаққан оттың қоламта шоғы жатыр екен. Ертелетіп от жағатын шығар деп ойда орындалмады.
Ұлым шай қойып, самауырды көтеріп әкеліп берді. Келін соңынан тұрып беті қолын жуған ырымын жасап, мысық дәрет алғандай шай құюға кірісті. Шай ішіліп бола бергенде көсілдің аяқтың бірі секілдей бастады. Тура бір атылғалы тұрған жолбарыстың шабуыл алдындағы бейнесіндей. Менің жүрегім зырқ ете қалды. Өйткені келіннің түсі суып, күйеуін емес. Мен ол туғандай тістеніп тұрып, «Нурик, отканчел» деді. Сақтай көр, отканчел деген қандай орысша деп ойланып отырсам, ошақтағы от таусылды, соған от жақ деген бұйрық екен. Барлық ұлдарым, қыздарым орыс мектебін бітірген, келіндерін де орысша оқып, жоғары оқу орнын бітіргендерімен үйді бәрі сыпайы қазақша инабатты еді. Мына келін бәрінен озып орысшаның жаңа түрін енгізді. Ал менің сорлы Нуригім үн-түнсіз тұрып бір құшақ отынды пештің алдына кіргізді. Көп екен көргенімнен көрмегенім, жақсы екен бәрінен де өлмегенім. Осындайдан шықты ма кім білсін. Орыс мектебін бітіріп, университетті қызыл дипломмен тамамдап, білдей жауапты орында қызмет істейтін ұлыма қарап отырып, ағам халық билейді, ағамды жеңгем қамыр шайлайды деген сөзді қалай тауып айтқан деп таңдандық.